Армысыздар, құрметті достар. Қазір сіздерге отбасы банкінен бақыт отбасы бойынша кішкене анализ жасайтын боламыз. Яғни бұл тізім қалай құрылады, неден тұрады деген сияқты. Оны анализ жасау үшін сіздермен біз болып, алдымен 2019-2020 жылдың статистикасы дейді ғой. Соған назар аударуымыз керек. Мына қараңыздар. Официальный сайтына кіресіздер Жилстройдың. Мына жерде подробный деген батырмасын басамыз. Подробный деген батырмасын басқаннан кейін жаңа бақыт отбасы бойынша тізімдер ашылады. Міне отчеты по принятым заявкам дегенді басамыз. Ары қаратай достар, міне қараңыздар, принятный кредитный заявки. Яғни 2019-2020 жылғы. Міне бірінші транш, міне 2019-2020 аралығындағы. Мысалы, лимит по регионам көрсеңіздер де болады, и выданные займы дегенді көрсеңіздер де. Давайте мына лимит по регионам көрейік. Мысалы, бірінші транш бойынша мынаны басамыз, міне отчет по состоянию. Ол өздеріңіздің компьютерлеріңізге, немесе сотовый телефондарыңыздан көріп ашсаңыздар болады. Бұл жерде біз нені байқаймыз, достар? Міне көбі түсінбей жатады ғой, лимит деген не? Міне қанша адам, міне Ақмола облысын алып қарайтын болсақ, 246 лимит бөлінген 2019-да. Нұр-Сұлтан қаласын алып қарайтын болсақ, 829 лимит бөлінген. Міне көріп тұрсыздар ғой да? Соның 731 адамы ипотека рәсімдеген. Міне количество принят кредитный заявка көрдіңіздер да? Енді қараңыздар, басқа датаны алып қарасақ та болады, яғни 2020 міне 18 июнь 2020 жылда қалай болған лимит по регионам второй транш. Мысалы алып қарайтын болсақ, міне дәл осыны статистиканы мен көріп, кішігірім сіздерге бір талдау жасап бергім келіп отыр. Міне Нұр-Сұлтан қаласын алып қарайық, 414 бөлінген, 351-і ипотека рәсімдеген. Міне көрдіңіздер да. То же самое, мысалы Қарағанды облысын алып қарайық, міне 335 бөлінген, 336 адам лимит ипотека рәсімдеген. Яғни кей жерлерде региондарда жаңа артық лимиттер қалып қалған болса, региондарға бөліп беріледі. Менің түсінігім бойынша. Осылай. Сонымен қатар мына жерде выданные займы дегенді ашып көрсеңіздер де болады. Бұл жерде полный тізім бар. Мысалы, кімдер өтті, қандай категориямен өтті. Мысалы, міне қараңыздар. Абдрахманова, Ғалия, Серіковна, Ақмолинский облыс, Непольная семья категориясы бойынша өткен, мысалы, көрдіңіздер да. Осылай тізіммен қарасаңыздар да болады. Қазір бұның бәрін сіздерге мен тақтада сызып көрсететін боламын, достар. Яғни каналдан алыстамаңыздар. Бүткіл қызықтың бәрі алда. Сіздер, мысалы, көп азаматтар осыны түсінбей жатыр. Бұл не лимит, жаңағы толық емес отбасы, бұл далада қалатын болды ма деп. Міне көрдіңіздер ма? 4524 азамат ипотека рәсімдеген. Міне достар, осының бәрін қазір сіздермен біз болып, тақтаға сызып, сіздерге толыққанды көрсететін боламын. Бұның бәрін неге көрсетіп жатырмын? Яғни қазір мен тақтада сіздерде бір информацияларды айтқан кезде осы неге сүйеніп айтатын боламын. Яғни қандай да бір ақпараттарды осы ақпаратқа сүйеніп айтатын боламын. Міне банктың официальный сайтында бар. Сонымен достар, видеомызды ары қаратай жалғастырамыз. Алыстамаңыздар, тамашалаңыздар. Видеомызды ары қаратай жалғастырамыз. Жаңа өздеріңізге мен компьютерден көрсеткендей, жаңа 2019 және 2020 жылды лимит және адамдар, қанша адамдар баспаналы болды, соған тақтада кішігірім анализ жасаймыз. Қараңыздар, 15 май 2019, 18 июнь 2020 аралығында 6000 лимит бөлінген екен. 6000 лимит, яғни 6000 азамат өтініш берген, 6000 азаматқа ақша бөлінген, яғни 6000 азаматты баспанамен қамтимыз деп. Бірақ осы аралықта 5028 азамат займ рәсімдеген. 5028 мың ғана. Яғни басқа азаматтар қандай да бір жағдайлармен ипотека рәсімдей алмаған. Яғни олардың доходы жоқ болды, табыс көзін растай алмады, немесе олар арендадан жүле алып кетті. Яғни бұл тізімді тексереді ғой, атыңда үйің бар ма, жоқ па деген сияқты. Соңғы 5 жыл Қазақстан Республикасында үй болмау керек. Міне, сөйтіп тексеріп, міне 5028 адамға ипотека рәсімдеген. Бұл 2019. Енді 2020-ға келетін болсақ, 4901 лимит бөлінген екен, соның 4549 азаматы ипотека рәсімдепті. Көрдіңіздер да? Енді достар, 2020 жылы анализ бойынша, бұны мен шығарған жоқпын, яғни мұнан бәрі жаңа өздеріңіз көрсеткен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің сайтында, ресми сайтында тұр. Өздеріңіз жаңа мен көрсеткенде ашып көріп қарасаңыздар болады. Ал мынау тұрғын үй қорының берген отчеты бойынша 2020 жылы
көп балалы отбасы 2016-ға дейін кімдер кезекте тұр? Солар баспаналы болған. Толық емес отбасы және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан отбасы 2010-ға дейін кімдер кезекте тұр? Солар баспаналы болған. Міне бұл жерде екі тізім болған. Көрдіңіздер ме? Мына көп балалы отбасы бөлек бір тізім, қалған екі категория өзі бір бөлек бір тізімді құралған. Сонда міне екі тізім. Негізі осы үш категория ғана қатыса алады. Білмеймін, енді қазіргі таңда бұларды не бөліп жарып жатыр, мен ол жағын түсінбеймін, ол жағын айта алмаймын. Өткенде жаңағы 27 май күні список шығады, кімдер өтті, кімдер өтпеді деп айтты. Сонан кейін жаңағы сенат қасындағы мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан отбасын жаңағы комиссия ұйымдарының ұсынысымен жаңағы ол тізім 14 маусымда шығады деп ұзартылды да. Яғни осыларға да кішкене болса да басымдық беріледі деді. Соны мен сіздерге қазір көрсетемін. Неліктен, ол қалай болады? Осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл дегеніміз мына толық емес отбасы баспана алмайды деген сөзді білдірмейді, достар. Сонымен шуламай кішкене ұқыптап осы видеоны ары қаратай қарайық. Енді 2021 жылы келіп жетті. Бұл жерде отбасы банк ресми ақпаратында айтты. 1986 жылды үй кезегінде тұрғандар және 2020-да тұрғандар барлығы өтініш бере алады деді. Барлығы өтінішті берді. Общий өтініш берген адамдардың саны 38.750 болыпты. Яғни 38.750 семья осы бақытты отбасына үміткер. Көрдіңіздер да? 1986 жылдан бастап үй кезегінде тұрғандар, мен бұл жерде енді түсінбеймін кішкене, мынау енді дұрыс емес сияқты. 35 жыл үй кезегінде тұрған азаматтар, мен осы комментарияға жазыңыздаршы. Мен 1986-тан бері үй кезегінде тұрмын, баспана берілген жоқ деп. Просто сенімсіздеу нәрсе енді. Бұл менің жеке өз пікірім. Ары қаратай достар, примерно талдау қалай болады? Мысалы, 2021 жылы өкіметтен 5000 лимит бөлінеді дедік. Лимит дегеніміз, яғни өкіметтен қандай да бір ақша бөлінеді. Ол ақшаның сумасы 100 миллиард теңге болуы мүмкін. 100 миллиард теңге бүткіл Қазақстан бойынша бөлінеді. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласына осы 100 миллиардтың 16%, өйткені азаматтар, үй кезегінде тұрған азаматтар саны көп, соған байланысты бөлінеді. Алматы қаласына 10% бөлінуі мүмкін, Түркістан облысына 4%, Шымкентке жаңағы 12% ақша осылай бөлінеді. Ол қалай жүзеге асады? Мысалы қараңыз, 5000 адамды баспанамен қамтимыз деп ойластырды. Мынау лимит мен ойдан шығарылған, бірақ лимит бұдан да көп болуы мүмкін. Мысал ретінде сіздерге көрсетіп жатырмын. Сол 5000 адамның 800 адамы, мысалы, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша баспана беріледі деді. 800 адамға, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша. Енді тізім қалай құрастырылады, достар, қараңыздар. Негізгі тізім деген болады, және қосымша тізім деген болады. Осы екі тізімнің өзі де екіге бөлінетін болады. Біріншісі қараңыздар, негізгі тізім. Бірінші тізімге, міне, көп балалы баласы бар отбасы кіреді, сонымен қатар, міне, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан отбасы кіреді. Яғни осы категорияға да кішкене басымдық беріп тұр. Екінші тізімде толық емес отбасы кіреді. Енді қараңыз, 800 адамға лимит бөлінді, яғни 800 адамды Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 2021-де баспанамен қамтамасыз ету керек деп айтты, мысалы бұның барлығы. Сол 800 адамның 600-і, мысалы, 300 отбасы көп балалы, 300-і мүмкіндігі шектеулі балаға бөлінсе, 200-і толық емес отбасыға бөлінеді. Көрдіңіздер да? Яғни бөлу осылай. Кішкене мына категорияға басымдық беріледі деген сөз. Мысалы бұның бәрі көрсетіп жатқаным. Толық емес отбасы 200 адам. Енді, мысалы, мына кісілер негізгі тізімге өтті. Қандай да бір себептермен бұлар доход көрсете алмады, жұмыс жасамайды, немесе атында үйі бары анықталады. Ол тізімде жаңағы бұларға бір ай береді ғой. Бір айдың ішінде соның бәрін үлгере алмаса, оларды тізімнен алып тастайды да, негізгі тізімге қосымша тізімнен адам қосады. Яғни қосымша тізімде, мысалы қараңыздар, көп балалы отбасы бар да, қосымша тізімде. Негізгі тізімнен біреусі өтпей қалса, мына жақта үй кезегі бойынша кім бірінші кезекте тұр, соны әкеледі да мына жаққа қосады. Сол кісіге SMS хабарландыру жібереді, банктен звондайды, банкке келіңіз, төлем қабілеттігін растаңыз деген сияқты. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан азаматтардан біреусі өтпей қалса, мына тізімнен алады да, оны қосады. Толық емес отбасына қосады. Жылдық кезекке тұрғанына байланысты.
Енді мынандай жағдай болуы мүмкін. Мысалы 2005-те үй кезегіне бір күнде бір уақытта азаматтар үй кезегіне тұрды. Ол кезде кім өтеді деген сұрақ туындайды ғой. Ол кезде жаңағы банктың сайтына ең бірінші кім өтініш беріп үлгерді, сол азамат өтеді. Яғни 26 майға дейін сіздер банктың сайтына өтініш бердіңіздер ғой. Сіздерге SMS хабарландыру келді. Сіз осыншалышы болып, осынша реттік санмен өтініш бердіңіз деп. Міне сол азамат кім бірінші өтініш берді, сол өтіп кетеді. Енді бұндай болу енді 1000-нан 1 ғой. Примерно мен сіздерге түсіндіріп жатырмын. Сонымен қатар достар, енді қараңыздар. Кішігірім мен өзімнің пікірім, өзімнің анализім бойынша 2021 жылы мына көпбалалы отбасы 2016-ға дейін өтті ғой, 2016-ға дейін. Мына жерде бұл 2018-ге дейін кіруі мүмкін. 2018-ге дейін. Мына категориялар 2016-ға дейін кіруі мүмкін. Яғни 2016 жылға дейін. Жылдық мерзіміне байланысты. Яғни одан асқандар биыл өкінішке орай ешқандай шанс болмауы да мүмкін. Яғни ол кісілер келесі жылға дайындалу керек. Міне менің айтайын дегенім негізгі акцент тізім қалай құралады. Қазір көп деген толық емес отбасы шулап жатыр ғой. Біз тоқалдан тудық па? Бізді неге бұлар жарылқамайды? Бізге неге бұлар көңіл аудармайды деген. Сіз жылдық мерзіміңізге байланысты сізге де баспана бұйырады. Сондықтан алдын ала шулаудың, байбалам салудың қажеті жоқ. Просто міне сіздерге мен таблица қалай болады, соны түсіндірдім. Сонымен қатар достар, тағы бір айта кететін нәрсе, не айтайын дедім, өзім ұмытып қалдым, негізі көп сөйлеп кеттім ау деймін да. Қараңыздар, мысалы, сіз өтпей қалсаңыз, сізде басқа да бағдарламалар бар. Нұрлы жер деген бар, сіз үй кезегінде тұрсыз ғой. Шаңырақ деген бағдарлама бар. Сол басқа да бағдарламаға қатысуға болады. Міне, бүгінгі тақырып осы болды. Қолданыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, мен YouTube каналыма жазылыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.